Kur'an. Чыныгы адамдык атта калыш үчүн кадамыбызды, мамилебизди, таразабызды, түнүбүздү, күнүбүздү бардыгын оңдой турган Кур'ан-ы Карим. Аллах субханаху ва таала демек айтып койду бу жерде, дүние силерди алдайт деди. Дүние силерди алдап коет. Дүниенин нерсесине көп таяна бербе. Кыйынсына бербе. Матаул гурур. Бул ушундай дүние мындай экен да, кичине адам баласы кыйынсына баштай турган эле бир пайдала турган бир нерсе экен, буюм экен бул. Бирөө машинесине кыйынсынат, бирөө атына кыйынсынат, бирөө үйүнө, бирөө кийимине, бирөө да башка нерсесине. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Bu dünyanın yaşosu mata'ul gurur. Mata' deb пайдаланган bir nerseni aytadi. Gurur menmensigenge ошону карап. Бири-бирине кыйынсынышат. Менин бала чагам көп, менин байлыгым көп, менин түкүнчөм көп. İbrahim Aleyhisselam'a Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayttırıp koygan, joldomon berip koygan İbrahim peygamberge aytkan. Ne degen? Yevme la yenfa'u malu ve la banun illa men atallah bi kalbin salim. Ete kıyamet günü mal mülkün bala çakan sana payda beribeydi. Kim taza jürek alıp gelse oşol gana payda beredi. Şunun için hormatly Müslüman bir tuğandar, bu dünya sınoo dünya, jaşoo amanat, денсаулық аманат, үй бүлө бала чака аманат. Аллах субханаху ва таала динди аманат кылып берген. Жер асман дин аманатын көтөргөндөн баш тарткан. Көтөрө албайбыз. Бирок инсан ушуну аманатты жоопкерчилигине алып алган. Жер асман ала албай койгонду инсан алып алган. Чоң аманат бул. Ошон үчүн буну акысын берейли, кыянат кылбайлы. Динди үйрөнүп, dinди түшүнүп, амал кылып, башкалар менен бөлүшүп, бул мусулмандын милдети бул. Мусулмандын милдети бул. Ар бирибиздин милдетибиз. Ушундай кылсак, иншалла кабырда рахат бар. Кабырда бейиштин бакчасы бар. Алла Тааланын тарабынан сыйлык, сый, белек, сооп Аллах субханаху ва тааланын бериле турган күндөрү бар тугандар. Кудай сактасын, күнөөдөн баш тартпаса, шайтандай берсе, шайтан менен дос болуп, Аллахнын өкүмүн сындыра берсе, кабырда азап жатак. Тияктагы тиякта, кабырда эле. Ошон үчүн хотя бы кабырда азап бар экен деп арамдан токтотойм. Арабтын акыны айткан: "Я ман бид-дуньяху иштагал ва гарраху тулул амал. والموت يأتي بغتة والقبر صندوق عمل." Dünyasına çirengen. Dünyası menen alektenip kalgan adamga kayrılуу жасап атат. Dünyası menen alektengen. Uzun ümit aldap koygan deydi. Emne aldap koygan? Wa garrahu tulul amal deb uzun ümit aldap koygan. Sen mындай кыласың, тигиндей кыласың, пландарда uzun ümit. Ölüm kapısından gelir dedi. Vel mevtu ya'ti baghtata. Ölüm kapısından gelir. Vel kabru sandukun amal, kabır amaldın sandığı dedi. Demek жақшы жаман амалдын сандыгы kabır. Жақшы iş kılsan kabırda жақшылыгын табасың. Жаман iş kılsan kabırda sandıkta жаман табасың. Амалдын сандыгы кен. Kabır амалдын сандыгы. Gün сайын кылган амалыбыз кабырга топтоп атабыз. Сандыкты жакшы түшүнбөй калдык, банкта бул. Топтой бересиң, барып казынаңдан алып аласың. Ошон үчүн мына сабактарыбыздагы өткөнкү сабактарыбыз кабырдагы азап бар, акыйкат. Ким кабыр азабына ишенбесе, ыйманы жаңылаганга туура келет. Ыймандан ажырап калат. Мутаватир деп коет бул хадистер. Кабыр азабы боюнча пайгамбарыбыз айткан:
hadislerдің деңгейі өте жоғары. Құранға жақындап барады. Құранды аятын шетке қаққан имандан шығып кеткен дейлі, пайғамбарымыздың да осындай хадистерін шетке қаққан имандан шығып кетеді. Қабір азабы бар, анық. Ошон үчүн иншалла азыр даярдана турган мезгил бар. Ар бирибизге оңолгонго кадам таштайлы, бузукулукту бурулбайлы. Мынакей аят: Я аyyuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbik radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Бұл аятты Дәхаба касиру мина сахаба ва табиин, сахабалардың, табииндердің көпчілігі радиаллаху анхум, иля анна хадал хитаб линнафс юқол лаха индал маут. Өлім учурда адам баласына айтылынат екен, ушул кайрылуу. Не деп? Жакшы эгерде таза өзүн кармап, таква болуп, арамдан сактанып жашаган болсо, эй нафсул мутмаинна, Аллахның өкүмүнө бейпилдик тапкан нафс, иржи'i ila rabbika radiyatan mardiyya, сен Роббуңа кайткын, разы болгон абалда, разычылык алган абалда. Фадхулу фи ибади, мен пенделериме киргин, ошолордун катарына. Вадхулу жаннати, бейишке киргенден ушу сөз, адам өлүп аткан, жан берип атканда ошондой айтылат дейт. Кайсыга? Таква адамга. Арамдан өзүн сактап жашаган адамга. Көпчүлүк сахабалар ушуну айткан. Ва инда нашр дейт, тирилген учурда айтылат дейт. Кабыр өлүм учурунда индал маут, ва инда нашр кайда тирилген учурда дейт. Саид ибн Жубайр радиаллаху рахматуллаху алейх айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында ушул аят тилават кылынды дейт. Азыркы. Фақола Абу Бакр разияллаху анху, Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анху айтқан екен, инна хада ла хасан. Охо, бұл өте жақсы ғой. Ушинтип айтылынып атса, периштелердің тарауынан айтылынып атат ана. Таза нафс деп. Аллахның үкімі нафсы мутмаина деп. Туғандар адам баласының нафсisi Құран-ы Кәрімде 3 түрліге бөлінеді екен. Кейбір адамдардың нафсisi нафсы аммара, кейбірлердікі нафсы лауама, кейбірлердікі нафсы мутмаинна. Пайғамбарлардың, сахабалардың, аулия салихиндердің нафсілері мына мутмаинна. Атак нафси өзі түп тамырынан нафси бұл аммара деп қойды. Инна нафса ла аммаратун бису. Нафси, адамның нафсisi чи, только жамандыққа бұйырады. Иші ошалар. Нафс, анын иши жамандыққа ғана бұйрық береді. Ла аммаратун бису дейді. Бір-екі жол емес, постоянно. Бүгін, ертең, бүрсі күні, нарқы күні. Жамандыққа бұйырады. Жаман іштерді қылдыртқанға, ошолдың бардығына нафси бұйрық береді екен да. Башқа емес. Ошол ичиңдеги ошо жаман ишти эмне үчүн кылайын деп атасың? Ким сага буйрук берди? Көзгө көрүнбөгөн напсы ушул. Эмне үчүн жалган сүйлөдүң? Эмне үчүн арамды иштиң? Эмне үчүн арамга бардың? Кайсы нерсе түрткү болду? Нафс. Инна нафса ла аммаратун бису. Куранда айтып койгон. Нафсинин иши, нафси бул жамандыкка гана буйрук берет. Эгерде Құран хадистің тәлімін алса, пайғамбарымыздың тәліміне көңіл бұрып, өзінің нәпсісін ұқпай пайғамбарды ұға тұрған болса, анда бұның даражасы көтерілеткендағы нәпсі лауама деп қойды. Өкіне тұрған нәпсі көтеді екен. Тұр емес қыл болса, сразу өкінеткен да. Бағымда қаза қылып алды, жini келіп тұрады да. Біріге бірі. Бірін алдап қойса, біріге жаманды қылып қойса, сразу өкінет да. Қыла тұрғанда қылмай қойса, қылмай тұрғанда қылып алса, сразу өкінет. Ушуну айтып қойды, нафсил лауама. Ла уқисиму би яумил қияма, ва ла уқисиму би нафсил лауама. Құранда келеді. Нафсил лауамаға Алла Таала ант етші. Лауама де өкінет. Қап. Қанша жашуымда намаз қаза қылыпмын деп өкінеткен да. Қанша жашуымда жалған сөйлепмін, өкінет екен да. Қанша жолы текеберленіпмін, қанша көралбастық қылыпмын, өкінет екен.
А бұл уже баяғы аға безразличный емес та, ал уже нәпсісі тәрбияланып, машалла ал жерден шығып кетті. Пайғамбардың Мұхаммад алейхиссалам тәлімдерімен. Андан дағы егерде нәпсіменен қаршы күресе берсе, нәпсісіменен жихад қыла берсе, нәпсісіменен соғыша берсе, Алла Тағалам нәпсіл мутмаинна даражасын береді екен да. Ал только арам іштен сақтанып рахаттанады екен да. Арам ішті қылып емес, арамды таштап рахаттанады. Сараңды қылып емес, садақа беріп рахаттанады. Алланың бұйрығын атқарып рахаттанады. Жүрексі бейпілденеді. Әла бидикриллахи татмаиннул қулуб. Хабардар, құлақ салу қойғыла. Алланың зикірінде ғана жүректер бейпілденеді дейді. Жүректер рахаттанады, тыныштанады. Азыр адам бүткіл дүниясы қыжалады. Стрессте. Ақшасы бары дағы, жоғы дағы, мансап билігінде дағы, жөнөкөй халқында да. Қарасаң ана күн сайын проблема бүтпеген, көбейген. Қыжалатшылық көбейіп атады, рахат азайған. Рахат отырымдық, қыжалатшылығы болса, бірінің үстіне бірі шығып кеткен. Неге туған? Алланың өкімін атқарғанда адамдың жүрегі рахаттанады. Алла Тағала ошоға қойған. Жүректің рахаты Алла не істеп? Зикірде мұрат итаат. Ала бидикриллахи татмаиннул қулуб. Алла айтып. Хабардар, құлақ салу оқыла. Алланың зикірінде, Алланы естеп қылған амалда ғана жүрек тыныштанады. Намаз оқып атасың, ораза тұтып атасың, зекет беріп атасың, садақа беріп атасың, дуа қылып атасың, Құран оқып атасың, сүннет атқарып атасың, Алланы естеп күнәден сақтанып атасың, ажумра қылып атасың. Бардығынан Алла Тағалам жүрегіңді бейпілдікмен толтырады. Немен толтырады? Бейпілдікмен. Хадисі құдусиде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла айтады кен, ябни Адам, тафаррақ ли ибадати. Ой Алланың, адам баласы. Алла Тағала айтады, адам баласы, маңа ибадат қылуға уақыт бошат. Не қылды? Ибадат қылғанға уақыт бошат. Тафаррақ ли ибадати. Мен ибадатыма кішіне уақыт бошат. Не олы? Амла қалба, амла садырақ ғинан. Сен көкірегіңді мен байлықмен толтырам дейді Алла Тағала. Асуды фақырақ, жақыршылығыңдың ешігін жауап қоям дейді. Жақыршылықтың ешігін жауап қоям дейді. Егер де сен ибадатқа уақыт бошатпай тұрған болсаң, ибадат қылбай тұрған болсаң, анда сенің қолыңды дүниеге әлек қылып, жақыршылықтың ешігін жаппайым деді. Дүниеге қолың әлек болады дағы келері кешке, жо болмаса жүрегіңі ач қылып қойып, жақыршылықты Алла Тағала ешігін жаппайды. Шон үшін ағайын мұсылман тұрғандар, адамдың бұл нәпсі мутмаинна, мына жердегі аятта айтылған көпшілік сахабалар, табииндер айтқан екен, айндал маут, айндал хашар, өлім учурунда ошого периште келип айтады. Турганда да периште келип айтады. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху, Саид ибн Жубайр айтып атпайбы? Пайгамбарыбыздын алдында ушул аят тилават кылганда, Абу Бакр Сиддик разияллаху анху айтты, "Охо, бул өтө жакшы куш кабарлар го" десе пайгамбарыбыз айтты. "Ама иннал малак саякулуха лака индал маут." Абу Бакр, ушул аятты периште сага сенин жаныңды алып аткан учурда окуп берет деди. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху. Сага айтат качан өлүм учурунда. Табаранидин риваятында келет, Саид ибн Жубайр рахматуллахи алейхтен, аннаху ламма мата ибн Аббас деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Мемин деген сахабасы авасынын баласы. Кур'андын таржымалы, Кур'андын алымы, тафсирлердин имамы, тафсирчилердин. Ибн Аббас разияллаху анхума өлгөндө ошондо тулият хадихил ая ала шафирил кабр, кабырдын бир четинде ушул аят окулган экен да.
Wa la yudra man tala. Kim bunu tilavat kılgan bilbeyt ekan hech kim. Kabırga koyuldu İbn Abbas Taif'ta. Mekke'den bir 110 kilometre Taif degen şehir var. O şerge koyuldu. Oşonda bir çetinde, kabırının çetinde uşul ayat okuldu deydi de. Kim okuğanı belgisiz. Ve kad sami'ahal hadirun kulluhum. Oşol derde canazaga katışkan adamlardan bardığı uşul ayat tukkan deydi. Okuğanınç? Naam talahal melek. Bi emri min emrillah. Bu şekkümünsüz perişte okudu bunu Allah'ın buyruğu menen takrimatan İbn Abbas radıyallahu anh'a sıy görsettiği maksatında.